қатысушылар. Балалар, бүгін бір-бірімізге жымиып қарадық па? Бір-бірімізге жымиып қарайық. Жақсы. Енді мына жерде балалар, бізде қағаздар бар, кішкене. Сол қағаздарды аламыз. Топтап ойнай қояйық. Бірімізге сәт. Серікбол Қонды атамыз 1968 жыл өмірде, 2004 жыл өмірден озған. Және ол Маңғыстаудың географиясын және бұрынғы ежелгі заманның мифологиясын зерттеген. Яғни бұрынғы тәңіршілер соларды зерттеген болатын және географиясын жазған. Оның бір желтоқсан оқиғасында 17 желтоқсанда 10 күн абақтыда қамалған дерек бар. Желтоқсан қайраткері ғой. Және кімге айта алады? Маңғыстау облысының Қарқаралы деген жерінің ауданының кентінде дүниеге келген. Ол 1968 жылы 14 наурызда сол жағынан дүниеге келген. Енді оның жалпы жастайынан Қазақстанды зерттеу бойынша географиясына көптеген туристер тосқан, публицист, өлкетанушы және де сол өнертанушы сондай ғылым зерттеген ғалым. Және кімге айта алады? Және кімге айта алады? Қолды айта алады? Айта алады. Сол шығармашылықтары, сосын Маңғыстаудың географиясы жатады, және де ол Маңғыстау мен үстіртті киелі орындарды зерттеген және оның аты қазақ мифологиясы деген кітабы бар. Өте жақсы иә. Сағынды біразнаға тоғыстырған үлкен ғалым деген иә олар. Және айтарғаныңыз бар ма қондай туралы олар? Жақсы, әрбір олар бұл Қазақ ұлттық университетінде оқыған екен, география факультетін бітірген. 95 жылы апатқа ұшырап, бірінші топта мүгедек атанған, кейіннен 2004 жылы 24 наурызда 17 жасында қараған шағында дүниеден өткен. Азғандай ғұмырында артына сан ғылымды тоғыстырған үлкен ғылыми еңбек қалдырған тұлға. Қонбай өлкетанушы, тарихшы, мәдениеттанушы, географ, этнограф және көсемсізші болған. Бүгінгі сабағымыз балалар Қонбайдың аты қазақ мифологиясы кітабынан пері қыздары туралы және ана және даму деген тақырыпты алып отырмын. Балалар, ертегі дегеніміз не? Аңыз ше? Миф дегеніміз не? Ертегі жалпы аңыз миф дегеніміз белгілі бір мәлімет жоқ, дәлел келтірмейді. Бірақ шамалас қылып негізі тарих сөйлейді ғой, көзге көрінеді, соны шамалап әкелген ғой. Осы атамыздың еңбегі. Жарайсың, және аңыз туралы не айта аласыз? Өтірік мен шынында аңыздан тәрбие мақсатында солай ма? Ал әбіш ағамыз аңыздың ар жағы ақиқат дейді ғой. Ал олай болса, аңыз белгілі бір тарихи тұлғалардың үстінен көрмейді. Жақсы.
халық аузында алып кеткен сөздер ғой. Белгілі бір дерек әкелмегенде кітаптарда тарихта болған толғалардың жаңағы жақсы. Ал пері туралы естігеніңіз бар ма оқушылар? Пері туралы. Көрген адамдар естіген халық аузынан көп айтқан пері туралы естігеніміз бар. Әдебиетте өттік пе балалар? Қай сабақта? Асан қайда? Яғни сізді өттік сосын? 8-ші сыныпта Ахан Серіде ма? 10 сынып емес па Ахан Сері? 10 сыныпта өттік Ахан Серіні жазуларында. Перілер жайлы. Ахан Серіде өттік, иә? Пері Ахметов деген иә. Пері Ахметов кемпір солай болды. Кейде сізге қарата теңізге шықпам дейтін мәлімет бар ғой, сол теңізге шыққанда көрінеді дейді ол көзге. Негізі солай мифтік әңгіме ғой, бірақ енді көрген адам болса сенімді болады. Су перісі дейді олар. Су перісі деп атайды. Тұсында сері болсын, пері болсын, Құнайдың өмірінен Ахан Серіде біраз шанс өріп жылап кеткен, иә? Пері туралы біз жалпы мағлұматымыз бар әдебиет сабағында, иә? Бірақ солай болса балалар, сіздер топқа бөлдіңіздер, сол топтық тапсырмаларды берейін, кәдімгі сол бойынша жұмыс жасаймыз. Асан Қайғы туралы аңызда, жалпы Асан Қайғыны не білеміз Асан Қайғы туралы? Асан Қайғы кім? Асан Қайғы кім? Тарихта болды ма? 15-ші ғасырдың басында Жарайсың? Иә? осыны Әз Жәнібектің ақылшысы болған жыраушы. Иә, Әз Жәнібектің және мына топтар графикалық есім жинауымыз керек. қазақ ханның киносы ғой. Ақын жырау би философ болған. Ондай адамдар дүниетанымы жақсы. Және не тұрады? Дамы тобы ештеңе айта алмай жатырмыз. Асан Қайғыны не айта аламыз? Иә? Иә, тоғыз. Дұрыс айтасың. Және біздің ұлттық аспаптарымыздың бірі еді. Әулие болған. Әулие болған. Қандай? Асан Сарин. Мемлекет қайраткері болған, қазақтың данышпан, ақылгөй, жырауы, бас би болған екен, Әз Жәнібек ханның тұсында өмір сүрген ақылшысы болған, дала философы деп атаймыз, тарихи кейіпкер, иә? Ақын деп өз дәуірінің абыз атанған адам. Жақсы балалар. Енді топтық тапсырмаларымыздың критерийі тұралар не? Кейіпкерлер іс-әрекеттер арқылы талдайды, пікірін көркем сөзбен жеткізеді, талқыланып отырған тақырыпты нақты ашады, өзіндік ой шөжім жасайды. Кейіпкерлердің өзінің көзқарасын білдіреді, бүгінгі өмірмен салыстыра отырып қорытындылайды. Бірінші топ, бірінші, екінші курсқа тез дайындаламыз.
кезден бастап оның шекарасы болатын. Пері қыз ағаларына айтады екен, мен адам баласымен үйлену керек, соны маған орындауын өтінеді. Ағалары яғни оны келісіп, күмістен сандыққа салып, дарияға ағызып жібереді. Сөйтіп пері қыз Асан Қайға тап болады. Бірақ Асан Қайға әйелі болғаннан кейін 3 шарт қояды. Денесін сипамау және үйден шығып кеткенде тесіктен сығаламау. Соңғы үшіншісі 3 жылға дейін сөйлемеу дейді. Бірақ Асан Қайғының шыдамы жетпей бұл шарттарды бұзып қояды. Сөйтіп жаңағы пері қыз құсқа айналып ұшып кетеді. Бірақ ұшып кетіп жатқан кезде соңында ішінде жатқан нәрестені, яғни Абат батырды Асан Қайға тастап кетеді. Екінші нұсқа бойынша Асан Қайғының түсіне аяқ келеді. Сүйген үшін деп атайды ғой. Асан Қайғының түсіне аяқ келіп, яғни Қазақстандағы 4 өзеннен су перісі бар екені айтылады. Ол өзендер Еділ, Жайық, Сырдария және Ертістерден келген. Асан Қайғы оны алу үшін енді түсіне аяқ бергеніне қабылдайды ғой. Қанша жерде аңыз болғанын сүйгеніміз керек болған нәрсе өзінің қармағын тастайды екен. Соңында үш жатқанда табылмайды, соңында Ертісте табылады екен су перісі. Су перісі сонда Асан Қайға жаңа шарттарын қояды. Асан Қайғы орындалмағаннан кейін оны жер астындағы өзінің нәрестесі бар, ішінде сол жер астынан аласын деп өсиет қалдырып кеткен екен. Сол бұны Мәшһүр Жүсіп Көпейұлымыздың нұсқасында келеді. Асан Қайғы жаңа айттыңыздар ғой бірінші топқа. Асан Қайғы қолы Ертіс, Сырдария өзендері Қазақстанның қай территориясында орналасқан? Шымкент, Тараз Шымкент, Тараз және оңтүстік Қазақстан аймақтарында орналасқан. Сарыарқада. Ертіс қайда? Ертіс. Атырауда емес. Жайық Атырауда. Ертіс Павлодар. Әне білeceğim. Павлодар. Жақсы. Алихан, өте жақсы Алихан. Сабаққа белсенді қатысып отырыпты. Енді балалар біз айтқан аңыз, екі аңызда Асан Қайғы туралы айтылады. Бұндай аңыздарды зерттеген Қондыбай, бұл баба түкті шашты Әзиздің басында да өтетін оқиғалар. Негізі бірнеше аңыздарды зерттелген, бірақ барлығында пері қыздарының осындай 3 шарт қоятындығы. Бірінші, аяқ киім шешкен кезде қарамау, екінші шарт жаңа айтқан шашы мен тырнағына қарамау, үшінші қолтығына қарамау. Яғни мұнда аяғына қарамау, аяқтың ізі құстың ізіндей болады. Басына қарамау, басына миы көрініп тұрады дейді. Өкпесіне қарамау, өкпесі көрініп тұрады дейді. Дәл осы сияқты қарабайырланған мәтіннің ала-құлалығына қарамастан шарттың барлығы біртекті болып келеді. Және бірінші, екінші шарттар түсінікті. Бұл жаңағы аспанға түсінеміз. Енді аяғының құстың аяғындай болу, немесе баланың аяғындай болу деген бұл түсінікті. Ал бірақ енді үшіншісі шашқа байланысты болып тұрыпты. Бұл шашты қабілетінде түсіну қиын, оңай емес. Бұл мифологияны тек зерттеу оңай емес. Міне осыны Серікбол Қондыбай былай дейді. Бұл шаш дейді нұрдың кескінін деп көрсетеді. Нұрдың кескіні. Яғни ең алдымен біз пері қызны 3 кейпін көріп отырмыз. Бірінші кейпі оның құс кейіпті кебінде болуы тұр. Оны тақырынан көреді. Екіншісі адам немесе қыз бейнесінде болуы. Бұны да тақырынан көре алады. Ал үшіншісінде оны көруге болмайтын тұрпаты. Әлгі аталған үшеуі 3 шартта осы көруге болмайтын, үшінші шартта көруге болмайтын, пенденің көруіне, естуіне болмайтын дүниелер. Яғни бұның барлығын зерттегенде Қондыбай айтып, ілкі түрден айырылып қалуынан көрсетеді. Енді біз бұл жерде Қондыбайдың зерттеуі бойынша бұл ілкі төр деген сіздер үшін бұл түсініксіз сөз, солай ғой балалар?
байлап дейді. Енді Төретам, мына ілкі төрдік, Төретам көшірмесі, оның көшірмесі немесе күндігі деп атаған бірінші дәрежелі Төретам. Бұлар ұлттық рухани орталық деп көрсетеді. Енді бұлар ілкі төрден 10-12 біздің заманымызға дейін ғасырда темір ғасырына дейінгі ерте көшпелі заман біздің заманымызға бірінші 8 ғасырлардың аралығы дейтүрлік заман деп көрсетеді. Уақыт тізбегін көрсеткен кезде. Енді ұлттық рухани орталық дегеніміз не? Мынау, яғни Төретам дегеніміз не? Бұл киелі жер. Киелі сипатқа ие. Мәселен, бүгінгі мұсылман қазақ халқы үшін киелі деп қай жерде айтамыз? Яссауи қазақ даласы туралы айтады. Түркістан, Яссауи. Түркістан екі бетей есімі ғой дейді ғой. Ер түріктің бесі ғой тамаша әлі. Осы Түркістандағы Яссауи кесенесін айтамыз, иә? Сонымен бірге қазығұртқа ұлын алдында киелі деп есептейміз. Ол ілкі төрдің күндігі болып есептелінеді. Енді Қазақстанның түкпір-түкпірінде әулиелердің барлығы да рухани орталықтар болып есептелінеді дейді. Енді бұлар мәртебелік танымдық деңгейінен әртүрлі енші дәрежедегі Төретамдар деп айтады. Енді Маңғыстауда қандай киелі орындар бар балалар? Иә? Маңғыстауда өзіміздің бір бекет бар. Бір бекет киелі, иә? 362 әулие бар. 362 әулие киелі бекет дейміз. Иә, және екеуіміз Маңғыстауда киелі орындар. Шоқыр ата, дұрыс айтасың, иә, жақсы. Қандай? Қарабек? Киелі жер ма, қарабек? Киелі бар ғой. Бірақ әлем бойынша ең мықты ойпат бізде. Әлем бойынша екінші орында тұр, иә, ойпатымыз бойынша. Біз киелі жерлер туралы сұрап тұрмыз. Иә. Даму тобының қыздары киелі жерлер бізде Маңғыстауда. Никита айтылмады ма? Шопанат айтылды. Шопанат айтылды. Қызылсу ғой. Жақсы балалар. Маңғыстауда да киелі жерлер өте көп. Біз қазір оған кейіннен тоқталатын боламыз. Енді киелі жаңа айтып кеттіңіздер ғой, 362 әулие деп Әлихан тілге тиек етті. Енді Қондыбайдың зерттеуінде Маңғыстау даласында киелі жер 362 емес, одан да көп, мыңнан асып кетті деп зерттейді. Демек, сіздерге тапсырма балалар, үйге тапсырма есебінде алыңыздар. Киелі жерлерді анықтау біздің еншімізде, сіздердің еншіңізде қандай киелі жерлер бар екен? 362-ден басқа мыңнан асып кететін әулиелі орындар көптеп, оның координатасын беріп кетеді. Бұл бүгінгі танымдық сабағымыз, оны танып үйренуіміз керек. Жақсы балалар, енді біздің даламызда, жалпы қазақ даласында киелі әулиелі орындар аз емес, өте көп. Енді орда деген сенім күннен күнге жоғалып бара жатыр. Енді немесе қарабайыр сипатқа ие болып бара жатыр дейміз. Өйткені мына ауру адам өзінің еміне шипа іздеу үшін зияттауға барады. Осы сипатқа ие болып бара жатыр дейді әулиелі орындар. Енді шын сенімнен гөрі жай сөз жүзінде қайталаулар көп дейді. Бірақ ұмытылып қалған қаншама киелі әулиелі жерлер ұмытылып қалып жатыр. Мысалы, Қазығұрт тауы тура ежелгі заманда қазақ жерін мекендегендер үшін ілкі төрдің мына ілкі төрдің қызметін атқарған. Енді олар ілкі төр қызметін атқарып, бұл 2000-3000 жыл бұрын осы бастапқы мәнін жоғалтып алды деп айтады Қондыбай. Яғни бұл сол жерде мекендеген жалпы қазақ халқына әулиелі жер деп есептеу мүмкін, бірақ бастапқы мән мағынасын ұғына бермейді дейді халықтар. Яғни біз бұл ілкі төріміз, яғни бұл рухани орталығымыз біздің киелі кіндіктеріміз деп аталады. Бұдан байланысты үзіп қалмауымыз керек. Егер байланысымыз нәтижесінде олардың байланысымыз үзіліп қалса, біз энергетикалық қуатты ала алмай қалады екенбіз. Яғни энергия алатын жеріміз бітеліп қалады деп түсіндіреді Қондыбай. Енді жергілікті халық осы жерлерде жаңа Қазығұртта біздің жаңағы Бекет атаны айтып отырмыз, Шопан атаны айтып отырмыз, мысалға Яссауидің тұрған несі жатқан жерлер, бұлардың барлығы рухани орталық қызметін атқарған болса, халық осы жерлерді әлі де әулиелі жерлер деп есептей береді, бірақ оның түпкі мән мағынасын ұғынбауы мүмкін дейді. Енді осындай орталықтардың біз көзін ашуымыз керек дейді. Ол
орталықтан таба аламыз дейді. Енді рухани орталық жойылып кетсе, осы рухани орталығымызға емші дәрежелі телефондары жоғалып кетсе дейді, оған немесе халықтың сенімі азайып кеткен жағдайда дейді, онда нәтиже біреу болады дейді. Рухани орталығы сенімді жоғалтқан халық емес, тобыр есебінде қалады. Демек біздің жаңағы екі ғана рухани біздің орталықта айтып отырмыз, 362 деп тілге тиек етпеу, бұның барлығын білу міндетіміз екен, иә? Біздің сонда энергиямыз көп болып, күш қуат алатын рухани орталықтарымызды емдеуіміз керек екен. Жас бала, түсінікті ғой, иә? Екінші топ тана тобы дайындау жұмыстарыңыз. Қане? Келе қойыңыз, сақтап қорғаймыз ба? Келіп айта бер, иә? Ана деген қазақтың руларының бірі, сосын Ақан серінің әйелінің есімі бар. Ақан сері ма? Асанғай әйелінің есімі. Содан кейін орта ғасырлық қалалардың бір атауы. Содан кейін алғашқы тоқтардың анасы ежелгі мешіт үйіне, сосын пері қызының есімі тұр. Бұл сосын сиыр малынан сиырға да атау тана деген атау болады, жаңағы тана деген ру қай рудан шыққан? Қай жүзде ол? Кіші жүзде қайсында? Жақсы. Қосатындарыңыз бар ма? Тана тобы және ел таластар. Жақсы, даму тобы. Парақшаларын алып шығып айта беруіңізге болады, иә? Ағыс деген бағына береді, жақсы. жалпылама дамуға келетін болса, бұл жерде біздер ана деген және 7 баласы бар, және судың даяның түсініксіз сөздер, жалпылама даму деген сөзге не қатысы бар десек, бұл жерде жалпылама аңызда айтылған, сол 7 баласы бар кейбіреулері немесе Танаға деген 7 баласы немесе дамучидің басқаша асулар деп немесе басқаша айтылады оны, солардың шешесі болған деп айтылған. Содан кейін тағы да бұл жерде ол суға байланысты жетіліктің оған келетін болса, ол бөлек әңгіме, ол ұзақ негізге бөлінген. Жалпы жаңағы басқа элементтерге келетін болса, бұл жерде ана және даму дегеніміз жаңағы ол мәнді айтылғандай қай елдің мифологиясы? Үнді әлемнің, сосын және жаңағы сөздерге келетін болса, бұл жерде даму ұрғашы жынысты және дамуды бұл жерде ана болған деп айтсақ та болады. Бұл жерде соған негізіне келетін болса, даму мен тана бір-біріне сәйкестігіне қарай аламыз. Өте жақсы. Бұлдыңыз ба? Жақсы. Енді сөздің көркіне келейік, тана деген сөздің елімізде қолдай фонетикалық талдау жасайық, әрбір әріпке тана тобы тыңдап алыңыздар,
қарайды екен, иә? Ол шеңбер енді нүкте дейді, Кондорайт зерттейді. Нүкте шеңберсіз өмір сүре алады дейді. Ал бірақ шеңбер нүктесіз өмір сүре алмайды дейді. Бос кеңістік болып қалады дейді. Сол үшін мен абаттанған алып отырмын. Адамзаттың шығу түп-төркіні осындай екен деп зерттейді. Енді және таңбаны алғаным бұл өздеріңізге белгілі, жаңағы тана руының таңбасы сіздерге танымдық деңгейі болсын деп алып отырмын. Жақсы, өздерінің болады сөздер деп абай атамыз айтқандай, Серікбол Қондорайт туралы айтардың көп еді, енді уақыттың тапшылығына байланысты аз айтып отырмыз. Ол сан ғылымды бір арнаға тоғыстыра отырып, біздің тілімізді, дінімізді, тарихымызды түгендеп кеткен ұлы тұлға және төсекке қамалып жатса да, жас кезінен, бала кезінен естіген аңыз, ертектерін, мифтерінің барлығын қазақтың дүниетанымына, танымына байланысты, табиғатына байланысты, одан әрі түркіні түп-төркінін түгендеп кеткен тұлға, ұлы тұлға. Бала, біз енді 11-ші сыныпсыздар,